Сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай жасалатын мини пиццаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұған ешқандай қамыр илеудің қажеті жоқ. Қажетті заттар видеода және описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен кез келген халал шұжықты пайдаланамыз. Оны жарты ай тәрізді қылып турап шығамыз. Дәл видеодағыдай. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі сырды алып, осылай видеодағыдай төртбұрышты қылып турап шығамыз. Кез келген жасыл шөпті пайдалансаңыздар болады, петрушка, укроп немесе осылай пияздың жасыл өскінін. Оны ұсақ қылып турап шығамыз. Келесі кішкентай помидорымызды алып, қажет емес жерін алып тастағаннан кейін дәл видеодағыдай турап шығамыз. Мінекей пиццамызға қажетті заттарды турап дайындап алдық. Келесі лавашты алып, дәл видеодағыдай қажет емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Төртбұрышты форма шығу керек. Мінекей бізде екі слой, екі форма шықты. Енді осының бір қабатын жайып қойып, үстіне кетчуп, майонез аздап салып, бүкіл жеріне жағып шығамыз. Енді үстіне алма кезек шұжықты, сыр, помидор және үстіне жасыл шөбімізді сеуіп, үстіне екінші слойымызды да қойып шығамыз. Мінекей әрқайсысын ашық жерлеріне қойып шығасыздар. Әрбір жерінде болса жақсы. Қазір оралған кезде біздің пиццамыздың әр жерінен дәмі жақсы шығу үшін осылай орналастырамыз. Мінекей заттардың барлығын орналастырып болдық. Енді үстіне екінші слой лавашымызды қойып шығамыз. Дәл алдыңғыдай үстіне кетчуп майонезімізді жағып, заттардың барлығын тағы да орналастырып шығамыз. Жалпы начинкасын өз қалауларыңызға сай өзгертсеңіздер де болады. Қияр қосуға, осы помидорды алып тастауға, ол өз қалауларыңызға сай өзгерте бересіздер. Мінекей біз болдық, енді шетінен бастап орай бастаймыз. Мен екі орама қылдым, өте қалың болмау үшін. Бірінші ораманы осылай кесіп алдым, екіншісін осыдан ары қарай орап екі орама жасап шығардым. Енді ағаш тақтайдың үстіне қойып, өте жұқа емес, орташа көлемде кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай. Мінекей лавашымызды кескен кездегі слой осылай болып көрініп тұрады. Пергаментке немесе осындай фольганы төсеп қойып, үстіне мини пиццаларымызды қойып шығамыз. Ең бетіне күштен өткізілген сырымызды жұқалап қойып шығамыз. Осы аралықта духовкамызды 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Бұл пиццаны 10-15 минут аралығында ұстаймыз. Жалпы менде 10 минуттың ішінде
сыр езіліп жақсы болып пісіп шықты. Мінекей достар, біздің 10 минутта мини пиццамыз дайын болды. Дәл осы рецептпен, дәл осы әдіс тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қазір сіздерге бір пиццаның ортасын ашып көрсетемін. Сондай дәмді, өте жұмсақ болып шыққан, дәмі ерекше болады. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілерді жіберіп алмау үшін қоңыраушай белгісін басып қойыңыз. Ас болсын!